Біздің күнделікті күйбең тіршіліктің күнтізбесінен демалысқа бөлер уақыт табу қиын. Ал ұсынар бағдарламамыздың аясында сіздер қызықты әлемге саяхат жасап, аңшылық пен балық аулаудың қыр-сырына қанық боласыздар. Әр апта сайын біз сіздерді Қазақстанның көз тартар ең көрікті аймақтарымен таныстырамыз. Әр жылдың жаз айында орталық Тянь-Шань тауына жүздеген альпинистер мен тауды сүйетін туристер ағылады. Өйткені мұнда 7000 метрлік Победа шыңы мен Хан Тәңірі шыңы орналасқан. Победа жердің солтүстігіндегі ең ірі 7000-дық. Ал Хан Тәңірі болса Тенгритаг асуында орналасқан Қазақстандағы ең биік нүкте болып саналады. Шыңның биіктігі 7010 метр. Хан Тәңірі сөзі түрік тілінен аударғанда аспан әміршісі деген ұғымды білдіреді. Далалы жердің тұрғындары тауды Канто немесе Қанды тау деп атайды. Өйткені күн ұясына еңкейгенде шың басын қызыл сәуле басып, алыстан қызара көрініп тұрады. Өткен 100 жылдықтың орта шенінде бұл тауға саяхатшылар мен із кесушілер сапарлап тұратын. 1857 жылы орыстың танымал саяхатшысы Семенов Тянь-Шаньский Теріскей алатауынан осы бір қарлы биіктікті байқайды. Оның жазуынша осы бір созылған ірі тауды басқан қалың қардың бір қара жері жоқ болыпты. Иә, осы көрінген қарға көмкерілген тау ортасынан өте биік шың алыстан мен мұндалап тұрады. Оның биіктігі жанындағы таулардан 2 есеге үлкен еді. Шың биіктігі бірде көрініп, бірде бұлт астына көмкеріліп, алыстан көз салғанда тау етегін басқан бұлт үстінен Хан Тәңірі шыңының ғана ұшы көрінеді. Оған барар жолда Семенов Тянь-Шаньскийдің жолын сарыжаз жазғы бөгейді. Ұзақ жылдар бойы осы бір биік нүкте ешкімге бағындырмай келді. 1935 жылы орталық Тянь-Шань тауына Евгений Колокольниковтың экспедициясы сапарға шығады. Ол әскери топограф болған. Осы бір саяхатында олар аумақтың картасын сызбаққа ниеттенеді. Жолай әлгі биік нүктені көзі шалған саяхатшы ең биік шыңға шықса, айналасының бәрі анық көрінетінін ойлап, карта жасау оңайға түсетінін түсінеді. 1936 жылы Хан Тәңірі шыңына алғашқы қазақстандық экспедиция ұйымдастырылады. Бірақ ұлы отан соғысы басталып, 18 жыл бойы орталық Тянь-Шань аумағына адам аяғы басылмай кейінге қалады. Арада уақыт өтті. Енді бүгіндері Хан Тәңірі шыңына жүздеген саяхатшылар еркін шығып, көрініске куә болуға ұмтылады. Біз де осындай коммерциялық топпен саяхатқа шықтық. Әр жылдың жазында тау бөктерінде лагерлер құрылады. Біреулері Хан Тәңірдің солтүстік қабырғасының астындағы солтүстік інілшектің мұздығына орналасса, енді біреулері таудың керемет көрінісі көрінетін оңтүстік інілшек мұздығына орналасып жатады. Тау қабырғасына аса жоғары дайындалған спортшылар бағындыру әрекетіне кіріседі. Әрине мұндай әрекетті әлемдік деңгейде мойындалған ең мықты қазақстандық альпинисттер жасайды. Мұнан бөлек орақ тәрізді тағы бір қиын сүрлеу бар. Таудың оңтүстік бөлігінде еңістен жартасқа созылған сызықтай жол жатыр. Бұл еңіс маршруты тек жоғарыдан ғана басталады. Әрине мұндай қиындық тек жақсы дайындалған биіктікті сүйушілерге арналған. Мұнан бөлек бәріне жақсы таныс оңтүстік пен солтүстіктен шығар классикалық маршруттар бар. Халықаралық Хан Тәңірі лагерінің келушілері көбінде 7000-даққа осы классикалық маршрутпен шығуды таңдап жатады. Тянь-Шань тауында қар көшкіндері тек түс ауа басталатындықтан,
Қонақтар көбінде өз сапарларын таң ата бастап кетеді. Хан Тәңірі шыңының астында орналасқан базалық лагерлері бар. Орталық Тянь-Шаньның трекингтерін көбінде көп топтар таңдай бермейді. Таңдаған жағдайда туристер Баянкөл аңғарынан жаяу саяхатын бастайды. Әрине, ары қарай нүктеге дейін қаншама күнің осылай өтеді. Кей адамдар биік таулы аймаққа тікұшақпен жетіп жатады. Тянь-Шаньда тек биік нүктелерге ғана ұша алатын жеңіл тікұшақтар жұмыс істейді. Дәл осы орындарда қаншама мәрте альпинистік фестивальдер өткізілді екен. Ол кезде қонақтарға атпен серуендеу шаралары ұйымдастырылып, Қазақстанның салт дәстүрі таныстырылатын. Егер сіз өз еңбек демалысыңызды осы Тянь-Шань тауында өткізуге бел байласаңыз, Алматы қаласынан Қарқара шатқалындағы базалық лагерге дейінгі жолға 4 сағат уақытыңыз кететінін біліп жүргеніңіз абзал. Жасыл желекте орналасқан лагерге жетісімен жүктеріңізді түсіріп, орналасып алған соң кемі 2 күн бойы осы орынға үйренісу науқанын бастап өткөресіз. Осыдан кейін тікұшаққа отырып, Азияның басым бөлігін алып жатқан таулы аумақтың азулары мен аңғарларын тамашалайсыз. Төменгі бөліктен Мерцбахер өзенін көресіз. Өзен атауы немістің зерттеушісі Готфрид Мерцбахер құрметіне қойылған. Әр жылдың жазында күннің көзі жылынап, мұз ери бастаған шақта өзен арнасы суға толып, Таси, Інілшек өзеннің ағысына келіп құяды. Дәл осы мезгілде судың мөлшері 5-6 метрге дейін көтеріледі. Сізге тауларымыз ұнап жатыр ма? Иә, бұл жер шынымен де өте керемет екен. Тікұшақ сізді биіктігі 4000 метрлік мұздықтардың біріне әкеліп тастайды. Біз оңтүстік Інілшектің жұлдызша мұздығымен шектескен тұсындағы базалық лагерге ұшып келдік. Дәл осы орыннан Победа шыңы мен Хан Тәңірі ұшып өте әсерлі де әсем көрінеді екен. Мұндай көрініс әлемде жоқ шығар. Тянь-Шань тауының ең биік нүктесі Көкшал Тоо аңғарының жұлдызша мұздығында орналасқан. Победа шыңына шығу тарихы тереңде. Оның еңістерінде қаншама трагедиялар орын алды десеңізші. Екі жақтан да ерекше созылған 5000-дық Чонторен мен Жабай асуларының арасына карта бойынша 20 шақырым. Бірақ жаяу өтетін болсаң, картамен емес тау баурайын жағалай жүресің. Биік таулы асулар Қырғызстан мен Қытай мемлекеттерінің шекарасында орналасқан. Әрі әлемдегі ең биік таулар тізімінде 78-ші болып тұр. Жота 3 биіктіктен тұрады. Батыс биіктік. Биіктігі 6918 метрлік Важа Пшавела шыңы. Биіктігі 7079 метр болатын Шығыс шыңы және басты нүкте биіктігі 7439 метр. Победа шыңына барар көпке белгілі маршрут Важа Пшавела нүктесінің солтүстік бөлігінде жатыр. Победа шыңының жоғарғы нүктесіне жетер тұста қарлы мұзды, жартасты жыралармен 2 шақырымға созылып жатқан батыс сүрлеу бар. Победаға енді бастаушылар бара бермейді. Өйткені бұл шың тек өз ісінің нағыз мамандарына ғана арналған. 1984 жылы қазақстандық әскерилер тобы Победа шыңына ерекше маршрутпен шығып, $1 деген айдар таққан болатын. Бірақ ол маршрутты әлі күнге ешкім қайталаған емес. 2011 жылы $ға Деня Урубко мен Геннадий Дуров есімді альпинистер шықпаққа бел буып, жартасты жыралармен арасымен шығады. Осы бағындыру маршруты арқасында олар Азияның алтын мұз шапқыштары марапатымен марапатталды. Дәл осы орыннан солтүстік Інілшек мұздығына дейін 25 минут ұшасың. Біз теріске Алатау тауының әсем көрінісіне көзіміз тоймай қарап келеміз. Ал оңтүстік батыста Көкшал Тоо 6000-дығының үстірті сес көрсетіп тұр. Міне, мұздықта жүздеген палаткелердің тігілгенін көріп тұрмыз. Бұлар халықаралық альпинистер лагері. Комендант біздерді палаткелерімізге жайғастырды. Сол жағымызда ағылшындар қоныс тепкен. Ал көрші палаткада поляктар. Айналамызға қарап шыңдардың аспанмен таласып тұрғанына таң қалдық. Бұл тау тек шетелдік экспедицияларға ғана қызық емес, қазақстандықтар үшін де өте көз тартарлық.
Қазақстандық экспедициялардан бөлек бұл маңайға Польшалық экспедиция, Украина, Ресей, Англиядан көптеген адамдар жиналыпты. Шамалы уақыттардан кейін Америка мен Жапония мемлекеттерінен, Оңтүстік Кореядан тағы экспедициялар ағылмақ. Солтүстіктегі әлем бойынша ең биік нүкте болғандықтан мұнда келушілер көп. Оның үстіне Хан Тәңірі тауының ландшафты өз алдына бөлек әңгіме. Шыңға шығар жолдың қиындығы мен күрделілігі тәжірибелі альпинистерге тіпті қызықты. Сондай-ақ экстремалды бөктерлері де бар, өз күштерін сынағысы келетін көптеген альпинисті тартатын. Бізге маңайға жер сіндірілу үшін мұздықтар бетінде белсенді жүруге тура келді. Лагерь ішінен Чапаев биіктігіне барар тұстаған қар сүрлеуі көрініп тұр. Ал қар бетінде альпинистердің басқан іздері созылып жатыр. Бұл жоспарланған маршрут Хан Тәңірінің солтүстік қапталынан өтеді. Ол жақта жиі қар көшкіні орын алып тұрады. Басқа аумақтарда ауа райы таудағыдай күрт өзгермейтін шығар. Жаңа ғана күн шығып, ауа райы керемет болып тұрған. Бәріміз кезекті жорыққа шықпаққа жиналып жатқанда, аспанды қара бұлт торлай, шың бастарын басып, тау аралары мен аңғар іштері тұманға шөгіп бұзылып кетті. Тау бөктерінде қар өте қатты жауатындықтан, бірнеше күн бойына орналасқан лагерь аумағындағы жолда қардан тазалап шаршайсың. Күрек ұстаған қолың талып, палатканы басқан қардан тазалау, тірегіші сынып кетпес үшін қандай қиын еді. Бірақ маршрутқа шығып кеткен адамдарды ойлап, қандай күйде жүргендерін көз алдыңа елестете. Сәлде болса жүрегіңді орныңа түсіресің. Олар қар жауа бастағанда түскен қардың бір жерінен үңгір қаза бастайды. Соның ішіне кіріп паналап, қарлы боран тоқтағанша күтіп жатады. Қар тоқтасымен үңгірден шыға, сақтықпен төменге ылдилайды. Өйткені жаңа түскен қар бос, еңіске көшкін жүріп, адамдарды өзімен алып кетуі мүмкін. Последние приготовления. Соңғы дайындық. Слава мен Игорь жолға шықты. Екінші лагерге бет алмақ. Игорь, бүгін қайда түнемек ойыңыз бар? Игорь, сегодня вы где планируете? На втором лагере? Бүгін біздер 10 сағат ішінде екінші лагерге жетерміз деп жоспарлап отырмыз. Ол орынның биіктігі қаншалықты? 5600 метр. Биіктік құламасы теңіз деңгейінен 1500 шақырым мөлшерде орналасқан. Қоныс тепкен орынға үйреніскеннен кейін біз де келесі бір альпинистер тобымен алғашқы бірінші лагерге жолға шықтық. 5000 метрлік биіктіктегі. Біз әрине тәжірибелі маман болмағаннан кейін осы биіктікте жетіп артылады. Өйткені біздің міндетіміз 7000-дықтарға ұмтылып, биіктерді бағындыру емес, керемет көріністерге куә болып, көптеген қызықты жайттардан хабардар болу, білу. Біздің өз ісіміз бар. Осы жолы мұздық көрінісін зерттегіміз келді. Бір ағыстан бастап тереңге кеткен мұздық мөлшерін білмекке ұмтылдық. Алғашында білмейтін көріністі зерттеу қызық бола бастаған. Бірақ Слава Тополь шалынып құлап, ағыспен төменге сырғанап кетті. Мүмкін мұнан әрі жол жоқ шығар, қайда барып тіреледі екен деген үрей кетпей қойды. Бақытыма орай америкалық мұзды сырғанақтар тәрізді ызғытып әкеп аппақ қардың бетіне топ еткізгенде қуанып кеттік. Керемет, тамаша. Мойындау керек, ешбір альпинист мұзды өзендермен ойнай бермейді. Жандары жарылып кетпесін деген үреймен секіріп өтуге тырысады. Өйткені олар кез келген мұздықтың түбі шексіз қақпан екендігін түсінеді, біледі. Жарылған мұздықтың арты жақсылыққа апармайтынын ескеріп, айнала өтуге тырысады. Сондай-ақ адам салмағын ұстай алатын мұздықтарды да еркін ажырата алады. Ал біз керемет көріністерге куә болып, тамаша әсермен жерге оралдық. Әрине, қар барысы деген құрметті атаққа ие болу үшін осы биік шыңдар тізіміне енген 2-7000-дықты бағындыру керек. Біз саяхат барысында осы 2 ірі тауды көрдік. Әсеріміз өте ерекше.